Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгінгі бейнебаянда біз сіздерменен жалпы негізі зат мөлшері реакция теңдеуі бойынша есептер шығаратын боламыз. Бірақ сонымен қатар сіздердің білімдеріңізді нығайту мақсатында химиядағы жалпы есептердегі өлшем бірліктер, сонымен қатар математикалық теңдеулерді шешу, одан кейін барып зат мөлшерін формуласы арқылы заттың мөлшерін, массасын және көлемін анықтау бойынша жұмыс істейміз. Одан кейін барып реакция теңдеулері арқылы есептер шығаратын боламыз. Одан кейін реакция теңдеулері бойынша артық кем есептері тақырыбында есептер шығарамыз. Одан кейін салыстырмалы абсолютті тығыздық, яғни газдардың тығыздығымен танысамыз. Одан кейін көлемді қатынастар заңымен сабағымызды аяқтаймыз. Мына кестеде жалпы химиядағы есептерді шығару үшін ең басты қажетті шамалар және олардың белгіленуі өлшем бірліктері берілген. Мысалы, сіздер білесіздер, масса, оның өлшем бірлігі негізі грамм. Бірақ кейбір есептерде килограмммен немесе миллиграмммен де беріліп жатады. Сонымен қатар екінші өлшем бірлік бізде көлем, оның өлшем бірлігі литр химияда. Бірақ кей кезде сантиметр куб, метр кубпен де, миллилитрмен де беріледі. Келесі үшінші ұғым бізде зат мөлшері, оның белгіленуі n, немесе кейбір мұғалімдер бұлай да белгіленуі мүмкін, нью деп осылайынан. Оның өлшем бірлігі моль. Келесі ұғым масса, яғни малярлық масса, оның өлшем бірлігі грамм бөлінген моль, бірақ өте сирек жағдайда килограмм бөлінген мольмен беріледі. Одан кейінгі ұғым бізде малярлық көлем, яғни қалыпты жағдай, оның өлшем бірлігі литр бөлінген моль, ал оның шамасы 22,4. Ол туралы қазір айтылатын болады. Келесі ұғым бізде тығыздық, яғни ро деген әріппен белгіленеді. Оның өлшем бірлігі грамм бөлінген миллилитр химияда, не болмаса грамм бөлінген сантиметр куб. Бір кейбір кезде килограмм бөлінген литр, килограмм бөлінген метр кубпен де берілуі мүмкін. Одан кейінгі ұғым бізде концентрация, яғни малярлық концентрация, соның ішінде белгіленуі cm, немесе c деп қана белгілене береді. Өлшем бірлігі моль бөлінген литр. Одан кейінгі тағы бір концентрацияның түрі массалық үлес арқылы беретін концентрация, оның белгіленуі омега, яғни W, оның өлшем бірлігі пайыз. Қалған екі ұғым қысым мен температура, енді олар қазіргі кезде сіздерге өте аса бір қажетті болмауы мүмкін, бірақ қысымның өлшем бірлігі паскаль, температураның өлшем бірлігі кельвин немесе цельсийда болуы мүмкін. Енді осы кестеден сіздер ең болмағанда осы аралықтағы ақпаратты білулеріңіз қажет. Келесі маңызды қатынастар мынандай: 1 килограммның ішінде бізде 1000 грамм болады екен, ал 1 граммның ішінде бізде 1000 миллиграмм болады. Сол сияқты 1 литрдің ішінде бізде 1000 миллилитр немесе 1000 сантиметр куб болады. Өйткені миллилитр тең сантиметр кубқа, сонда бізде 1 миллилитр тең болады 1 сантиметр куб. Тағы да мысалдар берілген. Мысалы, 1 метр кубтың ішінде бізде 1000 литр болады. Немесе 1000 дециметр куб. Бұдан шығатын қорытынды литр тең болады бізде дециметр кубқа. Келесі 1 литрдің ішінде 1000 миллилитр болады. Немесе 1000 сантиметр куб. Ақпарат қайталанып тұр. Сонымен қатар 1 метр кубтың ішінде 1 миллион сантиметр куб болады, немесе 1 миллион миллилитр болады екен. Енді практикаға көшейік. Мысалы, мынандай есеп: 0,2 метр куб суды литрге айналдырыңыз дейді. Енді оны айналдыру үшін біз 0,2-ні көбейтеміз 1000-ға. Сол кезде бізде 200 литр шығады екен. Не болмаса, кейбір оқушылар пропорцияны жақсы көреді, соған көрсететін болсақ, бізде 1 метр куб ол тең болады бізде 1000 литр, ал 0,2 метр куб бізде болады x литр. Осыдан x табу үшін не істейміз? 1000-ды 0,2-ге көбейтеміз, бөлеміз 1-ге. Сонда 1000 көбейтілген 0,2 бөлінген 1 тең болады 200 литр шығады екен. Келесі мысал: 3,5 литрді миллилитрге айналдырыңыз дейді, немесе сантиметр кубқа дейді. Енді миллилитр мен сантиметр куб екеуі тең екендігін жаңа алдыңғы слайдта таныстық. Сонда 3,5 көбейтілген 1000 тең болады сонда 3500 миллилитр немесе
3500 сантиметр куб болады. Келесі мысалда 250 сантиметр куб ерітіндіні литрге айналдырыңыз дейді. Енді 1 литр тең 1000 сантиметр куб болса, 250 сантиметр куб бізде x литр болады. Осыдан x табу үшін не істейміз? X табу үшін 250-ді бірге көбейтіп 1000-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 0,25 литр шығады екен. Келесі 5200 литрді метр кубқа айналдырыңыз дейді. Енді 5200 литр ол бізде x метр куб болсын. Ал бізде 1000 литр тең 1 метр куб болады. Осыдан x табу үшін не істейміз? X табу үшін 1-ді 5200-ге көбейтіп 1000-ға бөлеміз. Сол кезде x тең болады бізде 1 көбейтілген 5200 бөлінген 1000. Сол кезде бізде қанша болады екен? 5,2 метр куб шығады екен. Дұрыс жауабы осы. Келесі, осы слайдта бізге маңызды параметрлардың бірі тығыздық, көлем, масса арасында қатынас берілген. Осы формуланы білулеріңіз керек. Мынаның белгіленуі бізде аталуы ро, тығыздық, мынау масса, мынау бізде көлем. Мынандай есептелген, мысал, массасы 108 грамм, көлемі 40 сантиметр куб болатын алюминий кесегінің тығыздығы қандай деген. Тығыздық табу үшін не істейміз? Тығыздық табу үшін массаны көлемге бөлеміз. Сол кезде бізде массамыз 108 грамм, көлеміміз 40 сантиметр куб. Сол кезде бізде болады екен 108 бөлінген 40 тең болады 2,7 грамм бөлінген сантиметр куб шығады екен. Енді миллилитр екеуі бір нәрсе. Немесе 2,7 грамм бөлінген миллилитр. Келесі есепте сынаптың тығыздығы 13,16 грамм бөлінген сантиметр куб болса, көлемі мынанша сынаптың массасы қандай дейді. Массаны табу үшін біз не істейміз? Массаны табу үшін көлем мен тығыздықты бір-біріне көбейтеміз. Сол кезде бізде 13,6 грамм бөлінген сантиметр куб көбейтілген 50 миллилитр ол тең сантиметр кубқа. Сол кезде бізде екеуі өзара қысқарып 13,6-ны көбейтсек 50-ге бізде тең болады 680 грамм шығады екен.